Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Түрік елінің таңғы асы дәмі де ерекше менемен дайындайтын боламыз. Алдымен пиязды өте майда етіп турап аламыз. Табаға сұйық май құйып, қызғаннан кейін пиязды салып қуырамыз. Астыңғы оты орташа жанып тұрғаны дұрыс. Пиязымыз қуырылып жатқан уақытта тәтті бұрыш, қызанақ және сарымсақты майда кубиктап турап шығамыз. Соңында қосатын зелень, көк пияздарды да турап дайындап қойсаңыз болады. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдағы уақытта өте көп оңай рецептер шығатын болады. Пияздың үстінен тәтті бұрышты салып 1 минуттай қуырамыз. Қатты қуырылып кетпеуі керек. Қызанақ пен сарымсақты салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыштарды саламыз. Бетін жауып барлығын 1 минуттай қуырамыз. Астыңғы оты қатты болмауы керек. Видеода көрсетілгендей подливтің орталарын ашып, жұмыртқаларды салып шығамыз. Бетін жауып, жұмыртқа баяу отта жай пісуі қажет. Шамамен 2-3 минутта піседі. Соңында зелень мен көк пиязымызды салып, дастарханға ұсынамыз. Дәл осылай жасап көріңіз. Отбасыларыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.